Құрметті көпшілік, Мұқағали Мақатаевтың «Ақ кимешек көрінсе» деген өлеңінен үзінді емес өзін оқып бергім келіп отыр. Ақ кимешек көрінсе, әже сен бірге жүрсің меніменен, өліге мен өзіңді телімегем. Ақ кимешек киген бір кемпір көрсем, ақ кимешек астынан сені көрем. Өңі түсі өзіңнен бір аумайды, немересін етпесе жүре алмайды. Таныс дауыс, таныс сөз, таныс мәсі көзіме оттай басылып алаулайды. Аппақтығы ұқсайды әрінің де, әжімің де аумайды, тәлімің де. Әлемдегі әженің бәрі бір ме? Әже, сен тірекесің әлі күнге. Қия өтпейді, ұқсайды, ізеті де. Ізетсізді бұларда түзетуде. Бұларда бабасынан алып қалған өз жұртының дәстүрін күзетуде. Әже, сен бірге жүрсің меніменен, өліге мен өзіңді телімегем. Ақ кимешек көрінсе, сені көрем, ақ кимешек жоғалса, нені көрем? Осы өлеңді қабыл алыңыздар, құрметті көпшілік. Шеше, сен бақыттысың дегенде өлең келтіргім кеп отыр. Шеше, сен бақыттысың, жыламағын. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып, өз-өзіңнен шашылмағын. Байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа. Өзім кепіл тот басып тозбасыма, екі жыр жазсам саған бірін арнап. Шеше деп жаздым ылғи сөз басында. Тәңірім кеше көрсін кесірімді. Аспан жазсам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың, тербете бер, құбан талдан иілген бесігімді, деген екен.